Сковородкада 20 минутта орама мантылар дайындаймыз. Ұзақ уақыт пісірмейсіздер, буып түймейсіздер. Дайындалу жолы да, пісіру жолы да өте тез. Бір жұмыртқаға тұз, су құйып араластырамыз және ұн салып, қаттылау қамыр елеп дайындайтын боламыз. Енді 5 минутқа иін қандыруға қалдырамыз. Ортасындағы салмасына менде тартылған ет пен пияз және осыған шала піскен 5 басмачи күрішін қосатын боламын. Қоспасыз, крахмалсыз, ағзаға пайдалы отбасымның ең сүйікті күріштерінің бірі. Фарш пен пияз менде араласып тұр. Осыған шала піскен күріш қосамын және татымына қарай тоз бұрышын салып араластырамын. Енді қамырға азғандай ұн себе отырып, жұқалап жазып алатын боламын. Жазылған қамырды дәл видеодағыдай бірнеше үш бұрышты бөліктерге бөліп шығамын. Мантының дайындалу жолы өте оңай, әрі көп уақытта кетпейді дайындауға. Осылай рулет секілді орап алғаннан кейін табаға май құйып, пияз бен сәбіз салып осылай қуырып алдым және үстінен жаңағы рулеттерімізді қойып шығатын боламыз. Егер үстінен қоятын болсаңыздар, арасына осылай сұйық жағуды ұмытпаңыздар. Толтырып су құйып, қазанның қақпағын жауып, шамамен 20 минутқа қалдырамын орташа отта. Осы уақыт аралығында Вета премиум опаның қара жапырақты красительсіз шайын демдеп қоятын боламын. Осымен менің кешкі асым да дайын. Өте дәмді болып шықты. Қыздар, міндетті түрде дайындаңыздар.